ары қарай бардың, Аллах Тағала сені кешіруі мүмкін. Болмаса сен өмір бойы намаз оқыған жоқсың, бірақ та өлетін кезде тәубе қылыпсың деген сияқты кісінің хақысын қайтарыпсың. Бұл намазға байланысты, оразаға. Аллах кеңшілік жасауы мүмкін. Бірақ хукукул айбад адамдардың хақысы сараңдықтың үстіне құрылған дейді. Сен мұсылмансың, біреудің дүниесін тартып алдың. Сен мұсылмансың, біреудің қанын төктің. Сен мұсылмансың, біреудің үстіне жала жаптың. Сол адам кешірмесе, Құдай кешірмейді, ондай нәрсе жоқ ол. Ана адам кешіру керек сені. Кешірмесе сен жауап бересің. Кісі өлтірген үшін жауап бересің. Иә, түбі жәннатқа кіресің, бірақ жауап бересің. Мына дүниеде сотталады, кісі өлтірген 15 жылдан кейін шығады ғой. Сен жауап бересің, одан кейін бір уақыттан кейін тозақтан шығасың. Иманың болған үшін шығасың. Бірақ қылмысың үшін жауап бересің. Ондай нәрсе жоқ. Яғни сен мұсылман болдың, сен білген істей бер, тонай бер, болды, жәннатқа кірген. Ол өтірік. Олай елге ондай жалған ақпарат жіберуге болмайды. Екінші, сол үшін шариғатта жаңағы не Алланың хақысы және адам хақысы деп екіге бөлінеді. Осы екеуін қатар алып жүру керек. Алланың хақысы ең азы, ең маңыздысы, ең қысқасы. Серік қоспайсың, құлшылығын істеп бересің. Сен бір Аллаға сыйындың, қандай серік қоспайсың, 5 уақыт намазыңды оқыдың, Алла айтады, не қыламын сендер азап тап дейді. Болды, Алланың хақысын беріп қойдың. Бұл ең жеңілі. Ең көп біздің ойымызда адамдардың хақысы, әке шешенің хақысы, бала шағаның хақысы, әйелдің хақысы, көршінің хақысы, жұмыстың хақысы деген осы хақтар біздің ойымызда. Осы бізді неге шаршататын? Бізді Аллах шаршатып жатқан жоқ. Бізді адамдар шаршатып жатыр. Сені шаршатқан адамға ренжейін деп Аллахқа мінез көрсетудің қажеті жоқ. Сондықтан мұсылман болдың, бәрі кешіріледі деген нәрсе жоқ. Жауап бересің. Екінші, жаңағы айтып отыр ғой, бір атеист бар, ешкімге несі жоқ, тып-тыныш жүр деген бір қызық айтайын сендерге. Енді қарайық. Көбінесе ешкімге зияны жоқ атеист неге дозаққа түсу керек деген сұрақ қояды. Мен сендерге айтып қойын. Ешкімге зияны жоқ атеист исламға, мұсылманға, Құранға, ақыретке, пайғамбарға тіл тигізбейді. Ондай атеисттер бар. Енді осы адам дозаққа түсіп қалуы мүмкін ба? Сенбеген үшін. Түсіп қалуы мүмкін, бірақ дозақта даракат дейді. Ол төменге қарай кетеді. Ал енді көбінесе осы сұрақ қоятын адамдар, қарапайым халықты діннен алыстату үшін бұндай сұрақ қоятын адамдар, олар кәдімгідей ашық исламды жамандайтындар. Жала жабатындар. Сөйтіп келеді, ешбір кінә беймәлім сияқты. Ешкімге зиян қылмаған атеист неге дозаққа түсу керек деп сұрақ қояды. Бірақ сен Құдай туралы нашар пікір тараттың, ақырет туралы, тағдыр туралы жалған пікір тараттың, Құран туралы жалған пікір тараттың, сен мұсылмандар мазақа қылдың, сен күлкі қылдың, олардың кемшілігін таратуға әшкереге мәз болдың. Жауап бересің. Мұсылман жауап берген кезде сен жауап бермейсің ба?